Оқу жылының басында 6-шы сыныптың жетекшісі өз шәкірттерінің алдында тұр. Ол балаларға бірінші рет көз тастады да, барлығын бірдей жақсы көретінін, оларды көргеніне риза екенін айтты. Бұл әрине жалған болатын. Өйткені алдыңғы қатарда өзі жақсы көре қоймайтын бір бала бүрісіп отыр. Басқа оқушылар да онымен былтырғы оқу жылында танысқан. Сол кездің өзінде ақ ол баланың өз сыныптастарымен ойнамайтынын және киімінің лас екенін, ешқашан жуынбағандай күлімсі иіс шығатынын байқаған болатын. Уақыт өткен сайын мұғалімнің бұл оқушыға деген көзқарасы өзгере бастады. Оның жазба жұмыстарын қызыл қаламмен шимайлап екілік деген бағаны аямай қоятын жағдайға жетті. Бір күні мектептің оқу жөніндегі орынбасары 6-шы сынып оқушыларының мінездемесіне талдау жасауды тапсырды. Ұстазы сүйкімсіз оқушының мінездемесін жазуды соңына қалдырды. Ол мінездемені қалай жазу керектігін біраз ойланып, бұрынғы жазылған мінездемелерін қолына алды. Сол кезде төбесіне мұздай су құйып жібергендей күйге түсті. Бірінші сыныпты оқытқан ұстазы былай деп жазған екен: бұл көзі нұр шашқан керемет бала. Үй тапсырмасын керемет, мүлтіксіз орындайды. Ұқыпты, әрі алғыр бала. Осындай талантты баланың ұстазы болудың өзі бір мәртебе. Екінші сынып мұғалімінің мінездемесінде ол ғажап оқушы, жолдастарына да өте сыйлы. Әйтсе де отбасындағы мәселе оны алаңдатып жүрген сыңайлы. Анасы ауыр дертке шалдығыпты. Айықпас аурумен арпалысып өмір мен өлім арасында жатқан көрінеді. Баланың да жанын сыздатқаны аңғарылады. Шамасы оның үйдегі жағдайы ажал мен арпалысқа айналған сияқты деп түйіндеген екен. 3-ші сыныптағы тәрбиешісінің жазғанын тағатсыздана қолына алып оқи бастайды. Анасының өлімі баланың жан әлеміне ауыр соққы тиді. Ішкі дертіне қарамастан бала оқуға бар ынтасымен, ыждахатпен ұмтылады. Әйтсе де үйде білім алуына әкесі көңіл бөлуді қойған. Баланың білім алу мәселесін тездетіп қолға алмасақ, жағдай қиында қала тұр. Мұнан кейінгі жағдайды 4-ші сыныптағы ұстазы былай деп жалғастырыпты: баланың оқуға құлқы жоқ, достары да жоқ, сабақ үстінде жиі ұйықтап қала береді, депті. Мінездемелерді оқып шыққан мұғалімнің осы сәтте жүрегі сыздап қоя берді. Әдеттегідей келесі оқу жылы келіп жетеді. Сол баяғыдай барлық оқушылар ұстаздарына сыйлық ұсынып жатыр. Жаңа оқу жылының басталғанымен құттықтап әлгі бала да бір затты ұстаздың қолына ұстатады. Мыжы-мыжы шыққан қағазға әлденені орап әкелген екен. Түйіншекті көрген сыныптастары жарыса күледі. Тек мұғалім ғана қағазды ашып ішінен көзі сынған білезік пен құсында бітуге таяған аздаған иіс суды көріп ерекше қуанды. Баланы құшағына қысып, мынау тамаша сыйлық қой деп білезікті қолына тағып алды. Баланың қуанышында шек жоқ еді. Ұстаздың тосын мінезіне қайран қалған оқушылар да күлкілерін саптиған. Кейіннен көпшіліктің көзінше мұғалім құтыдағы иіс суды үстіне септі. Осылайша сабағында бастап кеткен. Сабақ соңында көзінде нұр ойнаған бала ұстаздың жанына келіп, ерекше мейіріммен: білесіз бе, сізден анамның иісі шығады, деді. Бала кеткен соң мұғалім ұзақ жылады. Осы күннен бастап ол тек математика мен әдебиетті ғана емес, ізгілік пен қайырымдылық жайлы дәріс беруді қолға алды.